Баршаңызға сәлем, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен бумажный сүпеді ашатын боламын, және де бүгінгі біздің распаковкамызда бір жаңа коллекция, ол бізде Among Us деп аталады. Мен де жасадым. Қазақ тіліне осындай коллекция. Бірақ бұл жерде ешқандай ерекшелігі жоқ, осындай түрлі түсті Among Us-тар түседі. Бұл жерде 11 пакетик, и мен комментариімді аштым шаққа деп. YouTube оны жауып тастайды, ал мен оны ашам. И бірден бір қыз айтқан, маған сәлем жолдашы деп, бірақ мен адамда тоғасын бап сәлем жолдайтын боламын. И маған екі коллекцияда таңдауыма көмектесті, яғни осындай пакеттер таңда деп. Рахмет үлкен. Және де осы комментариімді астын ашатын боламын, комментариімді да. Сондықтан осы видеоның астына вопростарыңызды, кімге сәлем жолдайын, қандай пакетиктер алайын, бәрін жазып кетіңіздер. Жазған адамға мен комментариясына жазатын боламын, приятный комментария. Түсінікті деп ойлаймын, және де таңдайық. Бүгін ешқандай коллекцияны бітірмейміз. Тез таңдап шығайын. Among Us пен алайық. Кубики. Выбирашки. Шоколадкалармен вопросы азайып келе жатыр. Вообще приветті да қосқан жоқпын. Себебі ешкім комментарим жақ болғасын, ешкіммен тілдесе алмаймын. Словом. Сондай кейсін мысық. Маска. Краб. Шлепанцы с подарком дейді. Мына жерде подарок көріп тұрған жоқпын. Бірақ осы деп ойлаймын енді, білмеймін нақты. Түсінбедім. И осы коллекциядан принкаровка дедім. Яғни сол қыз. Міне. Каналын атын ұмытып қалыптым. И Among Us бүгінгі біздің Among Us бүгін осы шарлармен алайық. Бүгінгі артық достар үшін кешірім сұраймын. Және де бүгінгі біздің распаковкамызда осыншама өте көп коллекциялар, пакетиктер. Ең алдымен біздің распаковкамыз осы каталогта Украснюмник деген коллекциядан басталады. Осы бетке или осы бетке түседі. Маған или сіздерге түседі. Екеуі білмеймін. Мен ойлаймын бүгін сіздерге деп. Так. Артықты достар үшін кешірім сұраймын. И бізге жұмыртқа түсті номер 10. Яғни бұл маған. Номер 10. Міне осы жерге. Так, келесі коллекция бұл бізде шлепанцы. Осындай пакетик. Ашайық. Жақсы ашылды. Және де бізге осындай супер деген шлепанцылар түсті. Номер 4. Міне мына бетке. Міне. Коллекция краб. Номер 3. И бізге осындай краб түсті. Міне номер 3.
Міне. Так, келесі коллекция. Апамның коллекциясы. Осындай пакетик. Міне. Бізге осындай түсті. Міне, болдық. Так, келесі коллекциялардың барлығы осы каталогта. Коллекция маска. Осындай пакетик. И бізге осындай жасыл маска, осындай пироженка, яғни осындай кексик. Номер 5. Так, кексигіміз. Міне. Так, келесі коллекция бұл бізде слово. Осындай пакетик. Бізге түсті номер 4. Лем. Әзірше. Так, коллекция осындай. Among Us. Шықпады өкінішке орай. И бізге осындай түсті. Артық достар үшін кешірім сұраймын. Музыка жүріп жатыр артта. Номер 5. Так, коллекция тетрадки. Осындай пакетик. И бізге физика түсті. Сіздерге бұл фән ұнай ма? Пән. Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Наклейка, картонный наклейка жазсын. Яғни суреттің осындай болса мүлдем шықпайды. Шығара алмай жатырмын. Так. Осындай физика. Міне. Жақсы. Так, коллекция Among Us. Вопросы. Ашайық. 2 вопрос түсті. Бірінші вопросымыз. Лайк или тикток. Алдыңғы жол түскен сияқты осы. Бірақ басқаша бар ма деген. Менде екеуі де жоқ болатын. Ал қазір екеуінің біреуін таңда дейді. Мен ешқайсысын таңдамаймын. Лайк негізі кішкентай өтіп кеткен ғасыр деуге де болады. Қазір лайк деген аса қатты интересный емес. Қазір тикток деген кәдімгідей тренд. Бәрінде бар ғой. Түсім, яғни любимый. Любимый түсім фиолетовый мен қара. Быбырашки. Пицца или донер. Өте қиын таңдау екен. Мен екеуін де ұнатамын. Екеуін де жиі жеймін. Донерді мен сатып алып жемеймін. Мамам жасайды. Жеңбей кетті. Өте қиын, бірақ мен донерді таңдаймын. Мектеп или демалыс? Конечно, демалыс. Так, коллекция Among Us. Бізге осындай Among Us түсті. Осындай жасыл.
Номер 9. Міне мына бетке. Вообще артқы дауыстарға мән бермеңіздер. Міне міндетті түрде баға беріп кетіңіздер. Және де маған тіркелмеген болсаң тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңді комментарийға қалдыруды ұмытпа. Және де маған бір қыз айтқан комментарийді қалай аштың деп. Көбі сұрап жатқан жағдайда айтатын боламын, бірақ дәл қазір айтпаймын. Және де міндетті түрде сұрақтарыңызбен пікірлеріңізді, қандай пакеттер ашарымды, кімге сәлем жолдарымды бәрін жазыңыздар. Бәріне орындайтын боламын. Және де солай. И осы видеоны қарағандарыңызға үлкен рахмет.